Ассалаумағалейкум достар, осы видеода мен сіздерге қалай GTA Шымкентті телефонға жазатын көрсететін боламын. Видео бастамастан арнама жазып, видеоға лайк басып кетіңіздер. Ендеше мен көп созбай ойынды бастаймын. Ең алдымен сіздер осы видеоның описаниесіне не болмаса закрепление комментарийда тұрған ссылкаға басып осы телеграм каналыма кіретін боласыздар. Не болмаса анау телеграм каналға кіріп поискқа сайт геймер десеңдер шығады. Солай APK файлымен мына кешті жазып алып APK-ны бірінші установить етіп алатын боламыз. Бұл бізде 2 секунд қана уақыт алады и өстіп сәл күтетін болсаңдар сендерде былай шығатын болады міне. И осы жерден подробнее все равно установить дегенді басыпошым жазып алатын боласыңдар. Бұл сендерде 5-10 секунд қана алады и все. Сонымен енді мен кешқа көште берейін, солай басып мына CX проводник дегенді басамын және com.rockstar games дегенді копировать ететін боламын қазір. Үстінен басып солай копировать еткеннен кейін CX проводникке кіреміз және де осы жаққа кірген екен основная память. Осы жерден енді любой файлға, яғни өздерің ыңғайлы файлға үстіп ставить етіп сала салатын боласыңдар. Бұл бізде өте көп уақыт алмайды, бір ары кетсе 1 минут үшін телефонның памятына қарайтын болады. Солай үстіп күткеннен кейін сендерде уже болып қалады. Мінекей менде болды и солай қазір бізде шығады болды деп все уже бізде барлығы болып қалды. Солай бұдан шығамыз да EIDB-ға кіретін боламыз. Оны қайдан жазамыз десеңдер Play Market-тен жазып аласыңдар. Сосын оған кіргеннен кейін міне EIDB деп тұр. Менде бұл постоянно қосылып отырады. Не өшіремін, сендерде өсіп тұрады енді. Үстен басыңдар для разработчик деп шығады. Осын басасыңдар и астыға түсіңдер отладка full Wi-Fi деген бар. Соны қосып бізде разрешить деп қоятын боласыңдар. И на жанын басып осы жерден подключение к устройство кодымы деп тұрады. Екінші сон бассаңдар төбеден өзі келеді. На жерден ввести код деп сол жерге осын жазсаңдар все EIDB сендерде постоянно работает болып қалады. И осыдан шығамыз енді. Екі проводник бар, яғни X проводник. Соған кіреміз қазір енді EIDB-ді қосқаннан кейін екі проводник деп тұр. И сәл күтеміз. Бұл жерде де енді 5-10 секундтай солай болады қазір. И мына сол жақта тұрған бүлмектеріне памятқа кіріп бағанағы файлды табатын боламыз. Мен Android-ға салдым дейін десем бұл жақта жоқ екен. Но мен қазір оны бетіп көре салатын боламын. Енді қай файлға саған есіме шығып кетті. Әйтеуір салсаппын ғой. Мен мына жерде fuck саят деген короче файлға салған екенмін. Қазір мен ол файл тауып алайын. Міне ол менде мына жерде тұр. com.rockstar дегенді басып копировать или верезет ететін боламыз. Негізі верезет еткен дұрыс. Или копировать та. Если сендер дұрыс істей алмасаңдар, онда копировать етіп көріңдер. Сосын ана файлды өшіре салатын боласыңдар. И датаға саламыз Android дата деген жерге. Бұл да бізде 10 секунд 20 секунд алатын болады. Қазір осы болғаннан кейін ошым ойынға смело кіре беретін боламыз. Вообще достар, менде что-то телеграм канал солар ашпай түрген ссылкасы көбісіне, сол үшін енді поискқа жазғандарын дұрыс болар. Телеграм поискына сайт геймер деп жазсаңдар енді шығады. Бағана каналым ішінде 170 адам бар. Скоро енді 1000, 10 000, 100 000-ға да жетерміз деген ойдамын. Все, менде бәрі болды. Енді смело ойынға кіре берсем болады. Мінекей GTA деп тұр. Осыған кіремін және окей и мына жерден разрешить басасыңдар. Все, осы жерде достар қазір көбісі қателік жасайды екен. Көбісі мына жерде басқа нәрсені басып жібереді екен. Бұл жерде офлайн дегенді басатын боласыңдар. Сол кезде сендерде кіреді. Мінекей бұл жерде бізде GTA Шымкенттің ең әдемі көрнекті жерлеріне алынған суреттер. И солай осы жерде тұрсаңдар өзі ауыса береді. Начать игру загрузить и BMX-ға басып біз ойынға кіретін боламыз. Міне осындай GTA 4-тің бір әйтеуір неизвестный персонаж. Енді мен өзім GTA 4-ті біле бермеймін. Короче, сонымен ойнайтын боламыз. Және ойында сендерге ойынға кішігірім аузар көрсетіп жіберейін. Бірақ бізде мына жақта что-то вообще қатып жатыр ма, бір бәле от қарап тұрғандарындай. Вообще не болып жатыр мына жақта, текстура болып қуып жатыр. Егер де сендерде осындай жағдай қайталанатын болса, қазір мен көрсеткендей жасаңдар. Жасау үшін картаға басасыңдар, солай настройка және мына жерде дисплей деген бар. Осы жақтан высоко, максимумға емес, средний либо низкийға қоясыңдар и мынаны выключить етіп тастасаңдар да болады. И все, бәрі бізде болды. Қазір кіріп көрейік шығып. И все, бізде бәрі әдемі болып тұр. Қарап тұрғандарындай графикада онша қатты емес. Осы бәрі нормально ойналады. Енді таза 60 FPS-пен ойнай бересіңдер. Осы жерде машина тұр енді бар ғой. Айтыңыз достар, бұл ойын настоящий GTA 5-қа ұқсаған ойын. Барлық машина почти GTA 5 сияқты и ойын өте әдемі жасалған. Бұл жақта вообще клеу меню жоқ. Сол үшін әдемі болып ойнай беретін боласыңдар. Достар, осы мен видео соңына жетіп қалды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Алдавайте.